Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге чебурекидің ерекше рецептісін ұсынамын. Бұл рецептінің ерекшелігі чебурекидің нанында, яғни тестасында наны жұп-жұқа, жұп-жұмсақ және де дәмді болып шығады. Ал салмасы сулы, яғни сочный болатын болады. Арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен чебурекидің қамырына кірісеміз. Ол үшін бізге қайнап тұрған ыстық су қажет болады. 2 стақан қайнаған суымызды ыдысқа құйып аламыз. Одан кейін 4 ас қасық сұйық май құямыз. Енді 2 шай қасық тұз қосамыз. Тұзы ергенше араластырып алу қажет. Тұзы толықтай еріді, енді ұнын қоса беруге болады. Ұнды аз-аздан қосып араластырып отырамыз. Басында қасықтың көмегімен араластырып, одан кейін қолдың көмегімен илеп, қамырды июін қандырып илейтін боламыз. Қолмен илейміз. Ыдыстың шет-шетіндегі ұнның барлығын қамтып, жақсылап июін қандырып, қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, менің қамырым дайын. Жұмсақ әрі қолға жабыспайды. Осы қамырды енді 20-30 минутқа бөлме температурасына бетін жауып қалдырамыз. Енді салмасына кірісеміз. Менде сиыр еті мен пияз, екеуін ет тартқыштан өткізіп, дәміне қарай тоз бұрыш қостым. Одан кейін 4 ас қасық су қосамыз. Сонда салмамыз сулы, сочный болатын болады. Қамырым 30 минут тұрды, жақсы тынды. Енді осы қамырды 17 кішкентай бөлшектерге бөлдім, домалақтап алдым. Енді әр домалақшаны жұп-жұқа етіп жаямыз. Салмасында жұп-жұқа етіп орналастырып, қамырдың екінші шетін жауып, қолдың көмегімен жабыстырып шығамыз. Одан кейін вилканың көмегімен осылай бастырып шығамыз. Сонда чебурекилеріміз біркелкі, шеттері тез пісетін, қытырлақ, дәмді болады. Барлық чебурекиларды осылай жасап, тізіп аламыз. Менде тура 17 дана чебурекидің барлығын дайындап, осылай тізіп алдым. Сіздерде алдын ала осылай дайындап алғандарыңыз дұрыс. Одан кейін майымызды қыздырып, салфеткамызды дайындап қоямыз.
Қызып тұрған майымызға чебурекиларды салып, қызарғанша екі жағын қуырып аламыз. Міне қызды. Енді осы чебурекиларды салфеткаға орналастырып, майын сорғытып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, наны жұп-жұқа, әрі жұмсақ, салмасы сулы, сочный, ішіндегі еті толықтай піскен. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Рецептіні жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Назарыңызға рахмет.